Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Осы уақытқа дейін менімен бірге болып, мені қолдап келе жатқандарыңыз үшін алғысым шексіз. Бүгін мен сіздерге дәл осындай қатпарлары көп болып шығатын, қытырлап тұратын, өте дәмді, ерекше болып шығатын қаттама жасауды үйрететін боламын. Ең бастысы, бұл өте сенімді рецепт. Мен неше жылдардан бері осы рецептпен жасаймын. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен таза ыдысымызға сүтімізді құямыз. Сүттің орнына су қолдансаңыздар да болады. Тузымызды саламыз, кішкене разрыхлителімізді саламыз және унымызды аз-аздан салып, қасықтың көмегімен араластыратын боламыз. Дәл осылай қасықтың көмегімен араластырып отырып, қою болған кезінде дәл осылай кішкене сары майымызды ертіп алып құямыз. Тағы жақсылап араластыратын боламыз. Енді қолымызбен жақсылап июі қанғанша қамыр илеп алатын боламыз. Мен қамырымды 7-8 минут жақсылап июін қандырып илеп алдым. Дәл осындай жұп-жұмсақ қамыр болады. Енді үстін жауып 15 минутке алып қоямыз. Оған дейін ішіне пиязын турап салмасын дайындаймыз. Пиязымызды дәл осылай ұсақтап, майдалау етіп турап алуымыз қажет. Ірі болып кетпесін. Ыдысымызға турап алған пиязымызды және қызыл бұрышымызды кішкене аскөктің құртылғанын салдым. Жақсылап араластырып дайындап аламыз. Қызыл бұрышты және аскөктің құртылған өзіңіз қалауыңызға байланысты қоссаңыздар болады, немесе әртүрлі зелендер қолдана аласыздар. Ал енді қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Пакетімізге салып, тағы 5 минутке алып қоямыз. Енді қамырларымызды кішкене ұн себіп, шайып алатын боламыз. Жұп-жұқа қамыр болу қажет. Дәл осылай жайып аламыз. Жайып алған қамырымызды жинап алып қоямыз. Ал енді екінші қамырымызды жайып аламыз. Достар, менің каналымда әртүрлі тағамдар, десерттер, салаттар және торттардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Барлығы сенімді рецепттер. Енді сары майымызды ертіп алып, дәл осылай сүртіп алатын боламыз. Сары майымыз қатты еріп кетпесін, жайып жатқан кезде шығып кетуі мүмкін. Сондықтан да мен қатты ертіп алған жоқпын. Енді үстінен екінші жаңағы жайып алған қамырымызды қоямыз және жақсылап барлық жеріне тигізіп сары майымызды жағып аламыз. Бір шетін дәл осылай бүктеп аламыз. Енді дәл осылай орап шығамыз. Орап дайындап алғаннан кейін пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Кесіп алған қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Сіздер табағыңыздың размеріне қарай үлкендеу жасасаңыздар да болады. Енді 3-ші бөліктің ортасынан бөліп алдым және дәл осылай орап шығамыз. Енді салфан пакетімізге салып, морозильникке салып қоямыз. Енді қалған екінші қамырымызды жаятын боламыз. Дәл осылай жұқа болуы қажет. Сары майымызды жақсылап сүртіп аламыз. Ал енді дайындап алған салмамызды 2 бөлікке бөліп, жартысын салатын боламыз. Бірдей етіп барлық жеріне жайып шығамыз. Ал енді жаңағы жайып алған қамырымызды үстінен жайып аламыз. 1-2 үстінен басып шығуымыз қажет, бір-біріне жабыстырып. Енді
сары майымызды сүртіп аламыз. Қалған салмамызды тағы салып шығамыз. Бір бұрышын бүктеп аламыз. Дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп орап аламыз. Енді пышақтың көмегімен теңдей ортасынан кесіп аламыз. Енді 3 бөлікке бөліп аламыз. Үшінші бөлегін ортасынан бөліп алып, дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Орап жатқанда байқаңыздар, шеттеріне шығып кетпесін. Енді дайындап алған қамырларымызды морозильникке салып қоямыз. Біздің бірінші салған қамырларымыз қатты, енді жақсылап дәл осылай жайып аламыз. Кішкене ұн сепіп жайыңыздар, сонда жабысып қалмайды. Қалыңдығы дәл осындай болу қажет. Пияз қосылған қаттамамызға ұнды көбірек себіп жайып алатын боламыз. Кішкене сулары шығуы мүмкін. Сондықтан да ұнды көбірек себе беріңіздер. Дәл осылай жайылғаннан кейін екіншісін жайып аламыз. Біздің қаттамаларымыз дайын болды. Енді табамызды газға қоямыз. Кішкене сұйық май саламыз, және майымыз қызған кезде бірінші пияз салынбаған қаттамамызды салып, дәл осылай айландырып қуырып алатын боламыз. Қызартырып. Енді аударып, екінші жағын қызартырып алатын боламыз. Біздің қаттамаларымыз дайын болды. Қағаз сүлгінің үстіне аламыз. Енді пияз қосылған қаттамамызды пісіріп аламыз. Аударып, екі жағын да қызартырып, жақсылап пісіреміз. Ал біздің қаттамаларымыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай ерекше қытырлап тұратын және қатпарлары өте көп болатын, өте дәмді қаттамалар болады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Дәмдері де аузыңызда қалады және бір жасағаннан ұқсап шығады. Ең бастысы барлық жері бірдей болып пісіп шығады және орталары да дәл осылай қаттамалы болып шығады. Достар, сіздерге видеом ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар және қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сонда менің жаңадан шыққан видеоларымды біріншілерден болып көретін боласыздар. Ал сіздерге сәттілік, достар.